Мадин, менде сұмдық жаңалық бар. Не болды? Амандаса бірінші келіп отыр. Шай іш, асықпай айт. Мадин, кеше бургерныйға бардым ғой мен. Иә. Сөйтіп бардым, сөйлестім, интервью алдым, репортаж түсірдім. Вроде бы бәрі нормально. Обычный бургер, но подозрительно олар 2 адам жұмыс жасайды. Еще заказдарының бәрі только на вынос. Отырып, тамақ ішіп отқан ешкім жоқ, барлығы с собой алып кетеді. Қой, ол сұмдық жаңалық емес қой. Ол деген енді стрит-фуд. Адамдар өздеріме алып тамақтанады. Үйде жейді, далада. Мадина, оны қоя бер. Сен мынаны қара. Не ол? Қара. Видишь? Қазір. Көрдің ба? Олар явно бургердің ішіне бірдеңе қосады. Бірақ сен алып келген бургердің ішінде ештеңе болмады ғой. По-моему, мен аяқ асты келдім да оларға күтпеген сұрақтар қоя бердім. Олар сасқандарынан маған бургердің ішіндегісін алып бере салған сияқты. Ой, мен білмеймін точно. А вдруг сен ойлағандай емес шығар? Маған осыны бүгін кешке дейін анық қанығын біліп, кешке репортаж шығару керек. Әсел, сен асықпа. Бәріне көз жеткізіп ал. Адамдарды қазір білмейсің ғой, өлтіріп кетуі де мүмкін. Абайлау керек. Мадин, көріп тұрсың ғой, явно таза емес қой мұнда. Маған не істе дейсің енді? Блин, неше жігіт болды дедің? Олар онда 2. 2? Так вот, сен солардың біреуімен роман замутин. Оны қайтемін? Ой, өтірік қой. Зато анық қанығын біліп аласың. Көзбен көріп, қолмен ұстап дегендей. Көзбен көріп, қолмен ұстап. Басын істейсің? Давай. Кедейлік тағы тартап дүнек, жарық бар білем, шешімі еңбек, айту үшін болашақта келемін еңбек, сені бүйгене керек, мама үйгене керек. Так, соңғы кезде біздің ауданда есірткі пайдаланушылар көбейіп кетті. Оған дәлел біздің ауданның тұрғындары. Во-первых, ребята, вы не работаете ни хрена. Это во-первых. Люди жалуются, народ жалуется. Екіншіден, жесткий контроль керек. Так, сен бүгіннен бастап полностью будешь работать по рейду. Бүгіннен бастап, с сегодняшнего дня. Екіншіден, Айдын, сен бүкіл бізде базадағылардың, барыгалардың бәрін іздестіру керек. Возьми за это. Думан, ты хотел повышения, да? Пожалуйста, работай с этим барыгой. Одан кейін, жігіттер, бұл бәлеге жастар жақындап жатыр. Вы не работаете, ребята, а деньги получаете. Зарплату получаете. Работать кто будет? Я буду один работать за вас. Люди умирают. Надо работать. Все, давай, работаем. Алло, сені бүгіннен бастап іздеп отыр. Біраз уақытта қаладан кетіп қаш. Срочный порядке жұмысты келгенсің бітіресің. Принял. Апох, брат, надо ускоряться. Ертең ақша қайтаратын уақыт жақындап қалды. Осы қайтара алмай қалсақ, ертең ана барыган код тырысып қалады. Сонымен бізге ақша да жоқ, зат та жоқ. Сосын жүрмек шынымен бургер сатып. Алло. Рус, меня какое-то время в городе не будет. Ақша сенде тұра берсін. Насколько, не знаю. Все, брат, какой базар? Хорошо. Наконец-то жолым болды. Не, мәз отсың? Сен заттар жинайыш, мен бір-екі жерге барып келем. Хош.
сәлеметсіз бе? Так, сәлеметсіз. Қалыңыз қалай? Сізді келеді деп ойламаған едім. Мен де келем деп ойламағам. Қалай келіп қалғанымды білмей қалдым. Да? Өзіңіз бұлғанып қапты кішкене. Онда шай ішейік. Ұсынсаңыз ішек. Иә? Хорошо. Онда отыра беріңіз. Қазір мен топ. Асықпай-ақ қойыңыз. Менде бүгін демалыс керек десеңіз, тағы кешке дейін қаламын. Да? Онда осы тұра тұрыңыз, иә? Біреу келіп жатса, бір сағат перерыв деп айтыңыз. Хорошо? Мен кеш келемін. Сел! Бұл, шошып жібердіңіз ғой. Кешірім сұраймын, егер де рұқсатсыз кіріп алған болсам. Мен сіздердің бургерларыңыз маған қатты ұнап қалған ғой. Рецептін біліп алып үйден жасап өзім жей бергім келген. Айып етпеңізші, пожалуйста. Жоқ, бәрі жақсы. Өзім үйретемін ғой, жүргет кешеміз. Ұялып тұрғаным. Жоқ, Жүрмеңізші, Мапох. Жүре ғой. Мен сен қақа кетіп қалып қойғым ба, жетіп тұрмын ғой. Че там, дұрыс па бәрі? Көмек керек емес па? Не іздеп жүрсің? Мен кілтін жоғалтып алдым жігіттер. Кілтің жоғалтып алдың ба? Іздейік онда. Так, тоқта, Евгений. Тұр мына жерде. Мен кілтін жоғалтып алдым жігіттер. Все, хорошо, кілтіңді іздейік онда. Кілтің мүмкін мына қалтада шығар. Так, мына жерде ма әлде? Оппа! Мынаны қара. Так, қазіргі кілттердің түрі осындай екен біліп жүр, напарник. Все. Сендер мен қалтама сал жүріңдер ғой. Мен келесі. Хорошо, ештеңе етпейді. Оны отделениеде сөйлесеміз. Жүр. Енді точно автырмайсың. Сонда сіз ақшасыз, киімсіз, документсіз далада қондыңыз ба? Иә, басында бүректің далада қонып жүрдім. Бірақ онан кейін Русланмен таныстым. Екеуміз резко тіл табысып кеттік та, жұмыстар бірге атқаратын болдық. Өзіңіз немен айналысасыз? Мен сол журналистика мамандығында оқығам. Бірақ қазір ұнамай кетті. Жұмысымды ауыстырсам ба деймін. Вообще басқа салаға кеткім келеді. Неге күшті журналистика деген? Телевизорда жүріспайды. Менікі жай жеке репортаждар ғой. Мені қоя беріңіз, маған сіздерге қызық болып тұр. Досыңыз немен айналысады? Іште тек қана сөз жүретін сияқтысыз ғой да? Сосын ұрыс қайда кетіп қала береді? Ол сыртқы жұмыстар бітіреді. Мен ішкі жұмыстар бітіремін. Енді закуп, ама мынау тасы ғой, білесіз ғой енді. Мапох, маған шыныңызды айтыңызшы, неге сіздердің бургерларыңыз ерекше қымбат? Қарапайым адам 20 мыңға бір бургер алмайды ғой мысалға. Маған сенсеңіз болады, мен ешкімге айтпаймын. Маған өте қатты қызық айтыңызшы. Рус! Вау! Русеге шетел қақты келе жатсың. Че там, дерзкі ма? Ё-моё, лайтпастың образың, а? Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Тұрып таныс. Алдында журналистсіз ғой сіз? Иә. Кеше бір жерден көрген сияқты. Че там, отырсаң жаман емес па? Иә, Әсел біздің бургер қатты ұнап қалды. Сосын қайтадан келген екен. Мапох мырза, менің сізге күшті жаңалығым бар. Че там, үйленейін деп жатсың ба не? Жоқ, қайда үйленген? Енді Рус пен Мапох вообще жаяу жүрмейді. Қандай машина ұрады? Жүрсеш көрсен. Кет.
жүр Әсел. Ё-моё. Братан, келет ема машинаңнан сетіп. Ай, братан. Осы машина ғой. Құтты болсын. Бекек, мына машинаның бүгін чувак. Сен бар бургерный жап, как раз атып демалып, біраз ой. Сізден как раз демалыс қой, бізбен бірге жүрміз сол жер. Әсел ханым ондай жерге бармайтын шығар бірақ. А смотря қайда? Обычный барға барамыз. Да, неге бармасқа? Как раз бармағалы біраз болды. Барып демалып қайту керек. Сен бармайтын. Бар, Сәл онда мен да. Осы кейін Все, давай. бір кемеде бәріміз бір биде тым жақсы күйде жолдар апарады үйге тек қана үйге. Братан, келесекті, пожалуйста. Қалған бәрін бере салам, братан. Келесекті. Бля, қарап тұрсаң, бәрі шеттерінен бай бар ғой. Сен жігіт емессің, лучше мойның ал. А то ту, саған мынау деп әңгімен көбейтіп. Все понятно сен. Оформляй. Братан, пожалуйста, келесек. Шойси. Менің старшылығым бар ғой, ол реально честный адам. Егер мен сенің ақшаңды алып жібере салып, мұсам ертең көтім байрады. Мен де шаршадым конкретно ертең, 2 күн болды ұйықтамай. Сен сияқтылар дағы қоя алмай жерде. Че там, братан? Ана молодой зәл не ойлайсың? Көн тұрып, атсам. Ешкім танымайды. Енді бастап жүрген біреу. Бізге бұндай керек емес, бізге вышка керек. Да? Бұндай ғой, каждый клубта, каждый барда өздерінің мелочестарын пехать етіп жүре береді. Өлмейді бұлар. Бля, қазір көресің. Братаным бар еді, братан жібере саш, звондайыншы, өйтейінші, сөйтейінші. Я лучше жұмысқа кір, спортпен айналыс. Үйіңе көмегін тегіз. Адам басы кетіреді осында. Братан, 5 саусақ бірдей емес қой, өзің білесің ғой. Сен не айтып тұрсың? Анау братандар жайлы айтып. Вообще сен братаңды айтып тұрма мен? Жүр. Брат, бізге, как обычно, мына жер толтырып тастайсың ғой, чтоб потом сұрай бермейтіндей, хорошо? Апақ, сендер отыра беріңдер, мен қазір келем. Аха, жарайды. Әсел, бәрі жақсы ма, анау жатыр ма? Да, бәрі нормально. Сен алкоголь ішесің ба? Егіз ішпеймін, бірақ ішсең ішейін. Онда іш. Жарайды, хорошо. Маған да не особо крепкий біреуін бере салыңызшы. Мен сендерді прям бұлай демалады деп ойламадым. Неге бұлай демалмаймыз, просто Русекең арасында шаршаған кезде ғана. Сонда сендер бургерныйдан осы шатабасыңдар ма? Вроде бы кеше ғана ашылып деп едіңдер, бүгін уже Рус машина алып жатыр. Или қосымша бизнестарың бар ма? Я, Русланда бар қосымша бизнестер, но бірақ ауысып айта бермейміз оны. Ясно. Апақ, Әсел, танысып қойыңыздар. Аделя, Сабина, бүгін бізбен демалатын болады. Өте жақсы қыздар екен. До конца кайфовать етеміз.
О, теперь зажигалка. Зажигалка. Сіз Руслансыз ба? Иә? Мен қайдан танисыңдар? Менің есімім Думан болады. Сізді бір кісі көргісі келіп тұр. Бізбен жүрсеңіз, сізді жеткізіп тастаймыз. Пошел нахуй! Нұрдәулет, рахмет саған шарқ салғаным. Негізі жақсы адам екенсің. Хорошо. Негізі азанға шейін қалуымыз керек еді. Біз постоянно азанға шейін кетеміз. Жоға, мен бұндай жақтарға келе алмаймын. Тем более ертең жұмыс. Папа! Просто қыз баласын түннің бір уақытында жіберіп қойды. Мен сіз айтсам неудобно просто маған. Дұрыс айтасың. А сен ертең жұмыстан кейін бірге серуендесек қалай қарайсың? Я негізі болады. Давай онда мен саған ертең хабарласамын. Пока. Жақсы. Эти мимо хат арендованных, мимо точил тонированных, пацы из блоков, но не скованный, весь наш вайп упакованный. Эти мимо хат арендованных, мимо точил тонированных, пацы из блоков, но не скованный, весь наш вайп упакованный. Мы представляем город южный, немного дикий, но все тут трушны, гостеприимный, но не скучный, всем регион салам воздушный. Мы надеваем маски, рифмуем свои клубы на казахский, здесь салам алейкум, а не здрасте, весь движ братский, залетаем дом как на Пасхе, но акцент азиатский, номинанты на открытии года. Мы есть мода, Тесла как Никола, приготовь свой город, все в аккурат, мы приедем скоро. Всем тем, кто не верил нах, от Астан пах-пах.